Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы бүгін сіздерге ерекше коронаның жасалу жолын көрсеткім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар осындай арнайы основа, бұл ободок жасағанға немесе корона жасағанға өте ыңғайлы. Және де осындай темір сым қажет болады. Осы сыммен жұмыс жасайтын боламыз. Және де әр түрлі моншақтар қажет, өздеріңіздің дизайндарыңызға байланысты әр түрлі моншақтарды пайдалансаңыздар болады. Мен осындай ақ түсті моншақтарменен кристалл түстес моншақты пайдаланатын боламын. Және де қайшы. Ең алдымен сым темірімізді кесіп аламыздағы екі басын бірдей қылып ұстап, осында бір кішкентай моншақты өткізетін боламыз. Мінекей екі басын бірдей қылып ұстаймыз. Енді осы моншағымызды дәл ортасына апарып, сым темірімізді бұрайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, видеоға мұқият қарап отырсаңыздар, барлығы да өте түсінікті. Қатты бұрамаймыз, сәл ғана бұраймыз. Енді бір сым темірімізді аламыздағы. Осыған тағы да моншақ өткіземіз. Өздеріңіздің дизайндарыңызға байланысты әр түрлі етіп жасасаңыздар болады. Мен тағы да бір моншақты өткізіп, тура жаңағыдай бұрайтын боламын. Мінекей бұрап болдық, енді тағы да сымымызды бұрайтын боламыз. Міне енді екінші жақтағы сымымызға тағы да моншақ өткіземіз. Бұл жолы бір моншақ емес, мен 3 моншақты өткізетін боламын. Мінекей осыны да дәл жаңағыдай етіп бұраймыз. Мінекей бұрап болдық, енді жаңағыдай тағы да сымымызды ораймыз. Шамалы ғана, көп емес. Мінекей енді екінші жақтағы сымымызға тағы да бір моншақ өткіземіз. Үлкен моншақ. Үлкен моншақпенен кіші моншақтарды осылай араластырып, әр түрлі етіп жасайтын боласыздар. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай осылай жасай бересіздер. Мінекей достар, жасап болдық. Бұл бізде кішірек түрі, дәл осындайдың үлкендеу түрінде жасадым, қараңыздар.
Бұл үлкендеу түрі бізде коронаның дәл ортасында тұрады, ал мынау кішірек түрі ең шетінде тұрады. Қазір сіздерге оны жалғап көрсететін боламын. Основамызға кішірек түрін аламыз дағы. Осыны ең соңғы жағына орналастырамыз. Мінекей, ең соңғы жағына орналастырамыз. Сымымызды ораймыз дағы. Мына екі сымымызды екі жақтан шығарып, қатты бұрайтын боламыз. Сонда біздің осы орналастырған гүлдеріміз қозғалмай бір орында тұратын болады. Мінекей, байқасаңыздар, біздің гүліміз қозғалмайды. Енді мына тұрған артық қалған жерін кесіп тастаймыз сымымыздың. Мына шығып тұрған сымымызды осылай басып қоямыз. Мінекей. Енді мына тұрған үлкендеу гүлімізді дәл ортасына орналастырамыз. Бұны да дәл жаңағыдай етіп бұрап бекітетін боламыз. Мінекей, бекітіп болдық. Енді осылай қаттырақ басып қоясыздар. Енді қараңыздар, бізде мына арада ең соңғы жағына кішірек гүлді орналастырдық. Дәл осылай өсу жолыменен былай қарай айналдырып, осы жаққа орналастыратын боласыздар гүлдерді. Мінекей, бізде кішірек, одан сәл үлкендеу және сәл үлкендеу етіп, мына тұрған гүліміздің бойына дейін жасайтын боласыздар. Мына жақты да дәл солай жасайсыздар. Нараға да кіші гүлді орналастырамыз. Былай қарай өсу жолыменен дәл осылай жасап шығасыздар. Мінекей достар, қараңыздар, біз барлығын айналдырып гүлдерімізді орналастырып болдық. Байқасаңыздар, мінекей, өсу жолыменен орналасқан, ең кішісі ең артқы жағында және де жаймендеп өсу жолыменен дәл ортасындағы үлкен гүлімізге дейін өсу жолыменен жасалады. Мына жақты да дәл солай жасадық. Мінекей, байқасаңыздар. Мінекей. Енді бізде қараңыздар, мына сыртқы жағында темірлеріміз көрініп тұр. Осы темірлерді көрсетпес үшін біз осындай ақ жемшөпті сыртына осылай сымменен тоқып шығатын боламыз.
Міне достар, қараңыздар, барлығын айналдырып тоқып шықтық, өте әдемі шықты, қараңыздар. Дәл осылай видеодағыдай етіп жасасаңыздар, барлығы да өте керемет шығады. Осымен біздің коронамыз дайын болды. Бұл коронаны жас қалыңдықтар немесе әртүрлі банкеттерге, әртүрлі көйлектермен киіп шықсаңыздар, өте керемет жарасары сөзсіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.